Айша Биби ФМ мектеп радиосының тыңдармандарына қайырлы таң. Сіздермен бірге жұманы бірге өткізетін әсерлі әңгіме бағдарламасы және мен Маржан Шураева. Дәл қазір менің қасымда республикалық олимпиаданың 3-ші орын жүлдегері, қазақ тілі пәнінің олимпиадшысы Аралбай Тамирис. Тамирис, студиямызға қош келдің. Жеңістің дәмін сездің. Әсері қалай? Барша Айша Биби ФМ радиосының тыңдаушыларына сәлем. 24 және 29 сәуір аралығында Ақтау қаласында өткен республикалық олимпиададан алған әсерім өте керемет. Жалпы 14 облыстан келген білімді тапқыр жан-жақты оқушылардың арасында сайысқа түсу мен үшін бір бақыт, бір мәртебе десем де болады. Жалпы олимпиаданың ұйымдастырылуымен қатар Маңғыстау қаласының қонақжайлығы өзіме ерекше ұнады. Тыңдармандардың өзі байқап отқан шығар сөз саптауынан Тамиристің қазақ тілі олимпиадшысы екенін. 4 жылдың көзі болды осы олимпиадада жүргеніне. Оқушы өміріндегі, сенің жеке өміріндегі олимпиаданың рөлі қандай? 4 жыл көлемінде осы қазақ тілі және әдебиет пәнінің олимпиадасына дайындалып және де түрлі сайыстарда өзімнің бағымды сынап келемін. Мен үшін олимпиада өте орны ерекше, себебі оқушы олимпиада арқылы өзінің білімін жетілдіре алуымен қатар, сонымен қатар жаңағы олимпиадаға деген өзінің білімін жетілдіре алады. Мен қазіргі таңда олимпиада менің өмірімнің бір бөлшегі десем де болады. Енді қазір 7-ші сыныптар келе жатыр, олимпиадасын енді таңдайын деп жатыр. Оларға қандай бір ақыл кеңес айтасың? Кез келген олимпиадаға селқос қарамау керек. Әрбір олимпиаданың өзінің қиыншылығы мен артықшылықтары бар дейді ғой. Сол себепті оқушы жан-жақты барлығына дайын және кез келген оқулықты ынта зейінмен, бар көңілмен оқи алса деп ойлаймын. Сонда барлығы да қалаған нәтижесіне жете алады. Енді таяқтың екі ұшы бар деп жатамыз ғой. Жеңіске жету үшін тек қана оқушының ғана емес, сонымен қатар жетекшінің де көп ықпал етеді. Сенің жетекшің туралы естігім келіп отыр. Бәсекеге жарарлық, сапалы білім берген менің жетекшім қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Жанар апайға осы орайда айтар алғысым шексіз. Себебі осындай білімімнің барына Жанар апайдың бірден бір себепкер жан болып табылады. Сонымен қатар Жанар апайдың уақытының жоқтығына, жұмысының көптігіне қарамай, әрқашан маған көмектесіп, жәрдем беріп отырды. Сол үшін Жанар апайға айтар алғысым шексіз. Енді екі күш бірге отырып, облыстық кезеңнен сүрінбей өттіңдер. Ақтау қаласына сапар шегіп, Каспийдің жағасында дем алып қана қоймай, Қанжығаңа жүлделі 3-ші орынды байлап келдің. Ең алдымен облыстық олимпиада тақырыбына көңіл аударсақ, қалай болды, қандай қиыншылықтар болды, несімен қызықтырды? Лицей табалдырығына аттаған сәтте осы облыстық, республикалық жүлдегер атанған әпкелеріме қарап армандаған болатынмын. Міне осы арманым орындалды деуге болады. Облыстық олимпиадаға жалпы 28 оқушыдай қатысты көлемінде. Осы алдыңғы жылы қатысқан болатынмын, ол кезеңде жүлделі 3-ші орынды иелендім. Алайда осы жолы сол жылғы жіберген қателіктерімді ескере отырып, бар ынта зейінмен осы облыстық олимпиадаға дайындалдым. Жалпы облыстық олимпиаданың биыл біраз сұрақтардың қиыншылығына қарамай, сүрінбей өтіп, жүлделі 2-ші орынды иеленіп, республикалық олимпиадаға жолдама алған болатынмын. Енді сені батыс көрген Тамирис деп айтуға да болатын шығар. Ақтау қаласы осы батыс көрген Тамиристі несімен таң қалдырды? Ақтау қаласының табиғаты ерекше ұнады. Қарт Каспийдің жағасы адамды еріксіз өзіне баурайды. Салқын самалы жанына сая. Қала тап-таза, бірақ желі ызалы
болады екен. Адамдар мейірімді болғанымен жай сөйлегендерінің өзі дауыс көтергенге ұқсап кетеді. Ақтауда жалпы бір қызық нәрсе, көше атаулары болмайды екен. Қаланың маған еуропалық стильде жасалынғандығы қатты көңілімнен шықты. Және аялдамалары шағын әрі әдемі екен. Республикалық олимпиада, гуманитарлық пән олимпиадасы қандай дәл пәндерден болды және қатысушылардың деңгейі қандай екен? 24 және 29 сәуір аралығында өткен олимпиадада гуманитарлық қоғамдық бағыттағы пәндер қатысқан болатын. Атап айтатын болса, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, француз, неміс және құқық, Қазақстан тарих пәндері қатысқан болатын. Сонымен қатар әр оқушы өзінің білім деңгейін екі айналым арқылы жан-жақты танытты деуге болады. Барлығы 583 оқушы қатысты. Олар өзінің олимпиадаға деген бар ынта зейінін және өзінің білімін сол олимпиадада ортаға салды деп айтуыма болады. Лицейіміздің қоғамдық шараларына белсене араласатын біздің министрімізге дәл қазір әсерлі әңгіме бағдарламасы барысында Шайбибі FM ұжымы атынан бір мүмкіндік бергім келіп отыр. Дәл қазір әкімшілігімізден өзіңнің оқушылар атынан болсын бұйымтайыңды сұрауыңа болады. Мархабат. Менің ойымша, әр оқушы олимпиадаға дайындалғанда кітаптың таптырмас құралы екендігі айдан анық. Осы орайда олимпиадаға арналған қажетті кітаптар қорын жасасақ. Жарайды, олай болса біздің әкімшілігіміз осы бұйымтайын құптап қабыл алады деген ниеттеміз. Самиристің олимпиадшылардың атынан мектеп әкімшілігіне олимпиаданың кітап қорын сұрап отырсың ғой? Иә. Құрметті тыңдармандар, оқушылар, егерде сіздердің де осындай бұйымтайларыңыз бар болса және мектеп әкімшілігіне тікелей айта алмай жүргендеріңіз